Қамыр жаюды тек тұрмысқа шыққаннан кейін ғана үйрендім. Бізде жас келіндер болса, сіздерге де айтар кеңесім бар. Қамырдың шетін қалай жұқа жаямыз, біркелкі жаюдың бірнеше тәсілдерін көрсететін боламын. Бірінші орында сіздің қамырыңыздың июі жақсы қанған болу керек. Жақсылап илеп 2-3 қайтара бассаңыздар, қамырыңыздың жаюы өте ыңғайлы болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымыздың көмегімен әуелі дөңгелек етіп алдық. Енді оқтаудың көмегімен шет-шетінен осылай жарты беліне дейін ғана жайып шығамыз. Яғни ортасында кішкене дөмпешік қалу керек. Ол сізде ориентир болады. Сол дөмпешіктен асып кетпей шет-шетінен басып шығыңыз. Және бір айта кететін кеңес, сіздер осы қамырды жайып бастаған кезде ұнды бастапқы кезде көбірек етіп себіңіздер. Сонда қамырды да тез жаятын боласыздар. Ал енді кішкене үлкейгеннен кейін оқтауға толықтай орайсыз, қамырдың екі шетін қолмен баспаймыз, тек қана оқтаудың өзін жай ғана үстелдің үстіне күш түсіріп қана айналдырамыз. Келесі мен сіздерге қамырдың шеттері қалың болып қалмайтын әдісті көрсетемін. Ол үшін ұнды осылай сүйіп аласыздар да қамырдың екі бетінің ортасына қарай осылай беттестіріп, орап, тура видеодағыдай жаямыз. Тағы бір 4-5 рет айналдырасыз да ашып, ал енді екінші бетін жаямыз. Солай дөңгелетіп, төрт жағына қаратып жая бересіздер. Сонда қамырдың екі шеттердің бәрі қалың болмайды және біркелкі етіп өте тез жайылады. Міндетті түрде осы әдісті пайдаланып көріңіз. Басында айта кеткендей, мен қамырды тек тұрмысқа шыққаннан кейін ғана жаюды үйрендім. Себебі менің ата-анам маған үй тірлігінде емес, өзім дамытуға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік берді. Анам ешқашан маған мынау дайын тұрсын, мынаны пісір деп талап қойған емес. Соның арқасында мен спортпен де айналысып, керемет жерлерде жұмыс істеп, дүниетанымымды арттырдым. Кейін келін болып түскенде асханаға аса жақын болмасам да бәрін үйреніп алдым. Өйткені өмір өзі үйретеді екен, оған еш күмән жоқ. Қазір декретте отырсам да өзімді дамытудың, жақсы табыс табудың жолын таптым. Сондықтан мен де қыздарыма дәл осындай мүмкіндік бергім келеді. Үй тірлігіне ерте жегіп, уақыттарын алғым келмейді. Олар білім алып, курстарға қатысып, тіл үйреніп, жан-жақты дамыса, мен үшін ең үлкен жетістік сол. Үй тірлігі ешқайда қашпайды, уақыт келгенде өздері-ақ үйреніп алады. Ең бастысы өмірге кең көзқараспен қарауды үйрену. Ал енді қамырымызға оралайық. Осылай қамыр үлкен болғаннан кейін тек екі шетінен ғана жан-жақ қарай тартып айналдырып, жаңа сағат тілімен бірдей айналдырып жая бересіздер. Өте оңай үйреніп аласыздар. Біріңізге құрбымын, біріңізге келінмін, жалғыз блог жүргізуде оңай емес. Қолдауларыңызды білдіріп, достарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де Үрбіш Әмір парақшасына тіркеліп кетіңіз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.